Қазір хит болып жатқан матча шайының пайдасы, зияны туралы білесіз бе? Сіз қандай шай ішіп жүрсіз? Ендеше тыңдаңыз. Матча шайы Жапон елінде өндірілетін жасыл өсімдіктің жапырағынан дайындалатын, ұнтақталып дайындалатын көк шайдың бірі болып табылады. Матча шайы қазіргі кезде Instagram, TikTokта өте хит, яғни бұның ең бірінші пайдасы жаңа арықтататын әсер болып табылады. Яғни бұл тек қана арықтатып қана қоймайды, сонымен қатар жүрек қан тамыр жүйесіне, қатерлі ісіктердің алдын алуға, созылмалы ауруларды бәсеңдетуге, оттегі мен организмді қанықтыруға, оттегі қаныққаннан кейін ұйқының дұрыс болуына, стресстің алдын алуына, қартаюдың алдын алуға, сонымен қатар метаболизмді жақсартады. Метаболизм жақсы жүргеннен кейін май тез өндіріледі да арықтауға келіп соғады. Енді матча шайының пайдасы туралы негізгі ақпарат көп. Егер зиянына келетін болсақ, ғалымдардың зерттеуі бойынша, егер де өзінің қалыпты мөлшерінен көп ішкен адам, әсіресе қыз-келіншектер арықтаймын деп көп ішіп жатады. Бұл бауыр мен бүйректің уытты әсер етеді. Сонымен қатар оның құрамында ластаушы заттар, фтор сияқты химиялық элементтер кездеседі. Бұл организмге кері әсерін тигізеді. Сондықтан тек қана өз мөлшерінде белгіленген дозировкада ғана ішуге кеңес береміз. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.